Баршаңызға сәлем қыздар. Видеода көріп тұрғандарыңызда красный бархаттың өзім ақылы мастер-класстан алған оригинал рецептімді сіздерге тегін видео рецепт қылып салып отырмын. Сондықтан сіздерден де өтініш, маған қолдау болсын. Жай ғана менің арнама тіркеліп, видеоны қарап болған соң лайк, комментарий жазып мені де қолдау етіңіздер. Негізінде қыздар красный бархаттың қоржығын пісіру үшін бізге аса көп дүкеннің қымбат заттары керек емес, жай ғана крем ғана қымбат болады демесеңіз, міне қолдың айранымен ақ осы красный бархатты пісіріп шығамыз. Мендегі алдын ала айранды өлшеп алдым, 280 грамм қолдың айраны, және ішіндегі түйіршіктерін жақсылап қозғап, бір келгі сұйықтық айналдырып алдым да, үстіне 0,5 шай қасықтай нан сода салып, жарты сағатқа көпіру үшін осылай бетін жауып қойдым. Енді айранымыз жарты сағатқа дейін көпіріп болам дегенше біз құрамына қосатын барлық ингредиенттерді осылай грамдарын нақтылап ыдысымызға құйып дайындап алуымыз керек. Себебі біз қантымыз бен жұмыртқамызды көпіртіп алып, сосын біртіндеп қосып отырамыз ғой ингредиенттерді. Ал егер сіздердің жаңа алдын ала дайындап алмаған болсаңыз, сол уақытта көпіртіп алғаннан кейін сіз керекті мөлшерде өлшеп салып болам дегенше көпірігіңіз басылып, қожықтарыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Бұл да бір лайфхак, естеріңізде болсын. Кез келген пирогты да, тортты да пісіретін кезде осылай алдын ала барлығын дайындап алғандарыңыз дұрыс. Енді үлкенде отызымызға 3 жұмыртқамызды жарып, 300 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап аппақ болып көпіргенше араластырып аламыз. Және де бір ескеретін жағдай қыздар, кез келген тортты, пирогты пісіретін кезде құрамына қосылатын ингредиенттер барлығы бөлме температурасында болу керек. Мысалы, мен қазір красный бархатқа пайдаланып жатқан жұмыртқаны, айранды барлығын холодильниктен 1 немесе 2 сағат алдын шығарып қойып, бөлме температурасында ұстауым керек. Егер бөлме температурасында болмай салқын күйде болатын болса, ол кезде де қожықтарыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Жақсылап көпіргенше араласқан жұмыртқамыздың үстіне жаңа жарты сағатқа көпіру үшін қойып қойған айранымызды және де 280 грамм сұйық майымызды, кәдімгі тамаққа пайдаланып жүрген сұйық майымызды қойып, жақсылап тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді қоспамызға қосатын тек құрғақ ингредиенттер қалды. 300 грамм ұнымды алдын ала електен өткізіп өлшеп алдым. Үстіне 1 шай қасық какаомды және 12 грамм разрыхлителімді қосып, үшеуін бір келкі қылып араластырып алдым. Енді осы араласқан құрғақ ингредиентімізді қоспамызға қосып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Себебі миксерді бірден қосатын болсаңыздар, ұрпақтар ауаға ұшып, барлық жеріңізді былғауы мүмкін. Сондықтан бірінші қасықтың көмегімен, сосын миксердің көмегімен массамыз бір келкі массаға келгенге дейін, ішінде ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап миксермен араластыратын боламыз.
Дайын болған қоспамызға красный бархыттың қызыл түсін беру үшін енді қызыл бояғышты қосатын боламыз. Менде осындай сұйық тұрып, көз мөлшерімен шамамен 2 шай қасықтай қостым. Және біртіндеп қостым, бәрін бірден қосқан жоқпын. Біртіндеп түсі шыққанша, әдемі қызыл түсі шыққанша қосып, жақсылап араластырып отырдым. Егер сіздерде құрғақ бояғыш болатын болса, 15 немесе 20 грамм құрғақ бояғышты қосып, осындай қызыл түсті шығаруға болады. Және ең соңында шым-шым тұз қосып тағы да бір араластырып жібердім. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай коржигіміздің қоспасы дайын болды. Байқасаңыздар, басқа пирогтарға, торттарға қарағанда кішкене сұйығырақ, бірақ қатты емес. Дәл осындай консистенцияда шығу керек. Дәл осы рецептпен менде 24 дециметрлі көлемдегі 4 штук коржы шықты. Мен алдын ала қағаздарын осылай кесіп дайындап қойдым. Және де ең оңай жолын ұсынайын. Осындай кольцоларыңыз болса, ручкамен сызбай, дәл осылай істеп алсаңыз өте тез боласыздар. Немесе бұндай кольцоңыз болмаса, жай ғана өзіңізге керекті мөлшерді ручкаңызбен алдын ала сызып дайындап қойсаңыз болады. Алдын ала дайындап алған пищевая бумагамның барлығын төртеуін бірден төсеп, және дайындаған қоспамды бірдей етіп құйып алуым керек. Сол себепті барлығына бірінші 5 ас қасықтан құйып шықтым. Егер 5 ас қасықтан тағы да қалатын болса, тағы да көз мөлшермен 1 немесе 2 ас қасықтан құйып толықтыратын боламын. Менде 2 коржықта 6 қасық, ал 2 коржыққа 7 қасық мөлшерінде қоспам құйылды. Және коржықтарыңызды дайындап жатқан кезде пісіретін пешіңізді алдын ала қыздырып қойғанымыз дұрыс. Коржықтарды 180 градуста пісіреміз, және де 10-15 минут аралығында пісіреміз. Коржықтарымызды бумагаға құйып болғаннан кейін бетін тегістеп алуымызды міндетті, себебі орта жағына көбірек үйіліп қалып құйылатын болса, сол күйі пісетін болса, ортасы дөңбешіп болып піседі. Ал ол креммен құрастырып жатқан кезде тортымыздың көлемі бір тегіс шықпай, тау сияқты ортасы биік, екі шеті ғана сайланып дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан бетін видеодағыдай қасықпен немесе арнайы құралмен солай тегістеп алғандарыңыз дұрыс. Міне коржықтарымыз пісіп дайын болды, және коржықтарыңызды бумагадан суыған соң босатыңыздар. Ыстықтай босататын болсаңыздар сынып кетуі мүмкін. Біз форманы алдын ала сызып алған күннің өзінде ол пісу барысында формамыз кішкене шет жағы жайылып, кішкене размерлері үлкенірек болып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай домалақ кольцоңыз болса, осының көмегімен барлығын бірдей көлемде кесіп аласыз. Немесе бұндай кольцоңыз болмаса, белгілі бір мөлшерге бумагаңызды сызып алып, сол бумаганы қиып, осындай пышақтың көмегімен кесіп алсаңыз болады. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки керек болады. Сливкиіміз 33% немесе одан жоғарғы болуы шарт, себебі одан төмен болса, біздің креміміз дұрыс шықпай қалады, яғни сұйықтау болып қалады.
300 грамм сливкиімізге 120 немесе 140 грамм қант ұнтағын қосып 5 минутқа араластырып аламын. Кішкене қоюланады. Сол кезде мен осындай креметтені 500 граммын бір емес 2 бөлікке салып жақсылап араластырып алатын боламын. Бірден барлығын салатын болсаңыздар, творожный сырты ол өте қою, миксеріңіз айналу қиын болып қалуы мүмкін. Сол үшін 2 бөлікке салып араластырсаңыз, өзіңіздің жұмысыңыз оңайырақ болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді дайын болған кремді мен весімен, яғни таразымен өлшеп аламын. Өлшеп алуының себебі әр коржиктің арасына кететін кремді мен есептеп жағатын болсаңыздар, арасындағы кремнің біреу қалың немесе біреу жұқа болмай, барлығы бірдей формада болады. Енді коржиктарымызды құрастыру үшін ең алдымен осылай астына кішкене крем жағып аламыз, жылжып кетпес үшін кішкентай ғана жазсаңыз жеткілікті. Енді коржиктарды біртіндеп теріс қаратып саласыз, себебі коржиктің арасында крем жақсы сіңеді, ал ең соңғы бетін ғана өзінің бетімен, яғни оң бетімен төсейтін боласыздар. Себебі кейбір торттардың бетіне біз кремді жақпай, жағына шоколад, ганаш қоюымыз мүмкін. Сол кезде беті тегіс шығу үшін осылай ең соңғы бетін ғана оң бетімен қойғандарыңыз дұрыс. Енді барлық коржиктарымызды құрастырып болғаннан кейін дәл осыны сыртындағы кольцосын шешпей, холодильникке кемінде 1 сағат немесе 1,5 сағатқа қойып алсаңыздар, кольцоны шешкенде ешқандай коржиктарыңыз бен кремдердің арасы жылжып кетпей, қисаймай дұрыс тұратын болады. Ал шетінен қалған бөліктерді осындай миксердің көмегімен жақсылап майдалап аламын. Ал миксер болмаса, сіздер кішкене пешіңізге тағы да кішкене қаттырақ пісіріп, қаттырақ сухарик сияқты көлемде болғанда қолыңыздың көмегімен ұнтақтап алсаңыз болады. Ал осындай миксердің көмегімен ұнтақтасаңыздар, тіптен жақсы майда бәрі біркелкі болып, торттың бетін қаптағанда да әдемі көрінетін болады. Енді 1,5-2 сағат холодильникте тұрған тортымыздың кольцосын шештік. Міне қарап тұрсаңыздар, кремі де ешқандай жылжып, қисайып тұрған жоқ. Арасында кремнің бәрі біркелкі көлемде жағылғаны көрініп тұр. Енді қалған креміңізбен сыртын қаптайсыздар. Торттың сыртын коржиктардың қалған бөліктерімен қоршап қаптайтын болғандықтан, болған сыртына жылтырап тұратын арнайы кремнің жасаудың керегі жоқ. Арасына салған кремнің кішкене алып қалсаңыздар жеткілікті. Торттың бетін өзім қатырған жемістермен безендіріп жатырмын. Дәл осылай сіздер де жемісті қысқа қатырып жақтағыларыңыз келсе, мына сілтеме арқылы көрсеңіздер болады. Немесе өзіңіздің фантазияңызға қарай кез келген тәттілермен тортыңыздың бетін безендіре берсеңіз болады. Міне коржигімді кесілген түрін көрсетейін. Дәмі өте дәмді шыққан. Коржиктардың арасы таза пісіп, әдемі көтерілген. Қыздар, тағы да айтайын, мен бұл торттың рецебін мастер-класстан ақылы алғамын. Ал сіздерге мен бұны тегін видео рецепт қылып салып отырмын. Алдағы уақытта да кез келген мастер-класстан алған рецепттерімді тек қана торттың түрі емес, барлығын салатын боламын. Сол үшін мені қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.